Садуақас Мұсаұлы Шорманов қазақтың алғашқы зиялыларының бірі, ақын, ағартушы және қоғам қайраткері. Ол атақты Аға Сұлтан Мұса Шормановтың тұңғыш ұлы. Оның әкесі Мұса Шорманов қазақ даласындағы ең ықпалды билердің бірі болған. Мұса Шормановтың өзі аға сұлтандық қызмет атқарып, қазақтардың құқықтары мен білімін қорғауға тырысқан. Осылайша Садуақас бала кезінен ақ ел басқару мен ағартушылық жолына бейімделген. Садуақас Шорманов қазақ халқының мәдениеті мен білімінің дамуына зор үлес қосты. Ол халық мұрасының жанашыры ретінде Абай Құнанбайұлының өлеңдерін, әкесі Мұса Шормановтың шығармаларын жинап, кітап етіп бастыру үшін 1897 жылы Санкт-Петербург қаласына апарған. Садуақас Мұсаұлының ағартушылық қызметінде ерекше атап өтуге тұрарлық. Ол Ақкелін ауылында мектеп ашып, қазақ балаларын оқытуға үлкен көңіл бөлді. Бұл мектеп қазіргі Павлодар облысы аумағындағы тұңғыш білім ордаларының бірі болып саналады. Сонымен қатар, Садуақас Шорманов қазақ поэзиясында да өзіндік орны бар ақын. Оның шығармалары адамгершілік, адалдық және бірлік тақырыптарын қамтиды. Мысалы, Ардақ әні Жарылғап берді Жұмабайұлының орындауында халық арасынан кеңінен танымал болды.